Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай оңай жасалатын, бірден шығатын кекстердің рецептімен бөлісемін. Арнайы форманы да қажет етпейді, және де миксерсіз жасайтын боламыз. Бізде осындай жұмсақ болып шығады. Осы дәмді кекстерімізді бірге жасайық. Және де мол шығатын болады. Ыдысымызға айранымызды құйып аламыз. Шай қасықпен ас содасын қосамыз. Араластырамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін басқа да пайдалы оңай рецепттері менің арнамда өте көп. Және де қоңырауша белгісін басып, алғашқылардың бірі болып видеоны көре аласыздар. Және де ерітілген сары майымызды қосамыз. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, кішкене қолдап отырсаңыздар. Және де қантымызды қосамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Бірдей маста болғанша осылай араластырамыз. Келесі 4 дана жұмыртқамызды қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Бұл кекстің барлығы қолжетімді заттардан жасалады, және де арнайы форманы да қажет етпейді. Және де електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Венчикпен осындай іртіктерін жазып, біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Бізде қою масса болғанша ұнымызды қосып отырамыз. Және де шай қасықпен қамыр қопсытқышын қосамыз. Осы видеоны тәтті жасағанды жақсы көретін достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Бізде массамыз құйыланды, ал енді майдаланған жаңғақпен шоколадты араластыратын боламыз. Қалауыңыз бойынша кез келген заттарды қосуға болады, мейіз қосуға да болады. Ал енді осындай пиалаларымызды щеткамызбенен майлап шығамыз. Пешімізді қыздырып қоямыз осы кезде. Қызып тұрған пешімізде пісіретін боламыз. Ал енді ішіне қатты толтырмастан құйып шығатын боламыз. Барлығында осылай салып аламыз. Барлығын салып шықтық, ал енді пешімізге жібереміз. Үстінен қалауыңыз бойынша қара күнжет, ақ күнжет қосуға да болады. Ал бізде кекстерім пісіп шықты. Бұл бізде екінші
Екінші салған кекстеріміз осындай үлпілдек жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.